Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге тоқтыларға арналған ұлу жылындағы жұлдыз жорамалымен бөлісетін боламын. 2024 жылы тоқтыны не күтіп тұр? Бірінші зодиак белгісі бақытты жандар тізімінде болады. Тоқтылар көшбасшы болуға және мол табысқа жетуге ұмтылады. Жаңа жылда бұл зодиак белгісі негізгі ойыншыға айналады. Жыл бойы тоқты белгісінде тұтылу жағдайы жүреді. Көктем мен күз ең табысты мезгіл болмақ. Тағдырға әсер ететін шешімдер қабылданады. Өткен күндерге қайта көз жүгірту арқылы жоспарлар өзгереді. Тоқты белгісінің әйел өкілдері үшін 2024 жылға арналған жұлдыз жорамал қандай? Олар өзінің негізгі мақсаттарына жету үшін тәуекелге баруы керек. Пайдалы кездесулер мен түрлі жағдайлар көмектеседі. Батылдықпен бастама көтеру табыстың кілті. Кәсіби өсу, даму сатысы, тренингтер мен біліктілікті арттыру курстары арқылы жүзеге асады. Басы бос әйелдерді романтикалық қарым-қатынас күтіп тұр. Махаббат хикаясы көп адамда іскерлік қарым-қатынастан пайда болады. Ал отбасылық қарым-қатынас нығая түседі. Тоқты белгісіндегі ер адамдарға жаңа өмірлік стратегия қажет. Жаңа жыл абыржумен және дем алуға деген ықыласпен басталады. Алайда көктемге қарай мансап жолыңызда жаңа есіктер ашылады. Көптеген адам артық салмақтан арылады. Қажетсіз адамдармен байланысын үзеді. Оң өзгерістерге кедергі болған дүниелер 2024 жылы бір жола жойылады. Тоқтылар жұмысын, мамандығын, ортасын және тұрғылықты жерін өзгертеді. 2024 жылы тоқтыларды махаббат және қарым-қатынас жақсы жағынан өрбіп, ескі байланыс нығая түседі. Отбасылық бизнес өркендейді. Сүйікті адамыңызбен бірге жасайтын ортақ хобби пайда болады. Бойдақтар түрлі оқиғаны бастан кешіріп, жаңа адамдармен танысуы мүмкін. Бір-біріңізді қолдау үшін жақын адамыңыздың жанында болыңыз. Тамыздан қазанға дейінгі кезең романтикалық демалыс үшін өте қолайлы. Бұл уақыт арадағы қарым-қатынасты нығайтып, жаңа серпін береді. Өзіңізді лайықты ұстаңыз. Жаңа серігіңіздің сізді пайдалануына жол бермеңіз. Алдағы жыл өзіңізді дамытуға қолайлы болғандықтан, ерлі-зайыпты арасында жұмысқа байланысты кикілжіңдердің туындауы ықтимал. Жұмыс кестесінің қауырт болуы сүйіктіңізбен қарым-қатынасыңызға байланысты емес екенін ақырын түсіндіріңіз. 2024 жылы көп адам үйленеді, бірақ үйлену тойын сәуір айына жоспарламаңыз. 2024 жылы болатын үйлену тойлары тоқтыға ұзақ және бақытты отбасылық өмір тарту етеді. Тоқтылар жауапкершілікті тең бөлісіп, даулы мәселелерді ашық талқыласа, жеке өмірінде тұрақтылық болады. Жыл бойы тоқты өзінің эмоционалдық жігерін сақтап, қуатты, белсенді әрі көңілді болады. Денсаулығы жақсы болады, бірақ жарақаттардан сақтанған жөн. Тым асығыс жүретін импульсивті тоқтыларда көктем мен күздің ортасында, желтоқсан айында өздеріне зиян келтіру қаупі бар. Көлік жүргізу кезінде абай болыңыз, спортпен айналысыңыз, ауыр заттарды көтермеңіз. Жаңа жыл табысты болу үшін эмоционалдық тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұған йога, медитация, қысқа уақыт және табиғат аясында ұзақ уақыт серуендеу көмектеседі. Сәуір, қазан, желтоқсан айларында иммунитет төмендейді. Демалысқа шығуды жоспарлаңыз. Сәл шегініс жасап, толық медициналық тексеруден өтіңіз. 2024 жылдың желтоқсан айына дейін денсаулық пен күш-қуат жеткілікті болады. Қараша, желтоқсан айларында зиянды әдеттерден арылып, дұрыс тамақтануға көшіңіз. 2024 жыл пластикалық хирургия,
салмақ тастау, жаңа шаш үлгісі және шаш түсін өзгерту үшін қолайлы болмақ. Тоқты жұмыс бойынша және мансап жолын жасауда жетістікке жету үшін жыл бойы жаңа идеялар ұсынып, өзін жарнамалау арқылы адамдармен пайдалы байланыс орнату қажет. Технологияны меңгеріңіз, гаджеттерді жаңартыңыз және тренингтерге қатысыңыз. Егер сіз армандаған жұмысыңызға қол жеткізе алмаған болсаңыз, 2024 жылы қайтадан байқап көріңіз. Көптеген тоқты келешегі зор компаниямен келісім шартқа отырып, жетекші маман ретінде жоғары қызметке орналасады. Жаңа жыл инвестиция үшін жақсы мерзім болмақ. Ақша жинау туралы көптен бері ойланып жүрген жандар жинақ жасауға кірісе бастайды. Достарыңыздың арасында егіздер мен су құйғыштар болса, олармен ақылдасып, пассивті кірісті қайдан және қалай алатынын біліңіз. Жылдың екінші жартысы қымбат зат сатып алу үшін өте қолайлы. Автокөлік, тұрмыстық техника, оқу курстарын сатып алуға болады. Егер сіз ұзақ уақыттан бері саяхатты жоспарлап, бірақ сапарға шығатын қаражатыңыз болмаса, 2024 жылы бұл арманыңыз орындалады. Қаржылық жағдай жыл бойына америкалық сырғанақ секілді болады. Лотереядан ұтып алу мүмкіндігі жоғары, бірақ жоспардан тыс шығындар сізді қарызға батыратынын ұмытпаңыз. Өз амбицияңыздың құрбаны болмас үшін жыл бюджетін жасап, ақшаға қатысты қағидаларды берік ұстаныңыз. Міне достар, ұлу жылындағы тоқтыларға арналған жұлдыз жорамалым осымен тәмам. Ақпаратым сіздерге пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қалған зодиак белгілері бойынша келесі видеомнан күтіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.